Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып жаратылыстану сабағы. Заттар және олардың қасиеттері бөлімі 21-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы заттар қандай болады. Бұл сабақта сен заттардың қандай түрі болатынын білесің. Түрлі үдеріс кезінде заттардың қасиеті өзгеретінін түсінесің. Бүгінгі сабақта таза зат, қоспа, балқу, қайнау деген сөздермен танысасың. Ойлан. Мына су таза ма? Ауыз суы таза, оны ішуге болады. Бірақ ол құрамына қарай таза зат емес, өйткені оның құрамында түрлі тұздар болады. Таза су алу үшін суды арнайы құрылғыда тазартады. Оны тазартылған су деп атайды. Диаграммада қандай зат туралы ақпарат берілген? Диаграммаға назар аудар. Бұл ауа. Ауаның диаграммасы. Ауа газдардың қоспасы. Ауаның құрамында 78% азот, 21% оттегі және 1% көмірқышқыл газ және басқа газдар болады. Зат, таза зат және қоспа болып бөлінеді. Таза зат бір ғана заттан тұрады, қасиеті тұрақты болып келеді. Табиғатта сирек кездеседі. Қоспа түрлі бөлшектерден құралған зат. Құрамы әртүрлі заттан тұрғандықтан, әрі олардың мөлшері әртүрлі болғандықтан, қоспалардың қасиеті өзгеріп отырады. Табиғаттағы заттардың бәрі дерлік қоспа. Олардың құрамындағы заттардың қасиетіне де байланысты қолданылады. Мысалы, топыраққа назар аударайық. Зерделеп көрейік топырақты. Топырақтың құрамында ауа, су, құм, саз, қарашірік және минералды тұздар кездеседі. Яғни топырақ құрамына қарай әртүрлі болады. Шаруашылықта оны құрамына да қарай қолданады. Өсімдіктердің көбі қарашірігі мол топырақта жақсы өседі. Дегенмен, құмды топырақта өсетін өсімдіктер де кездеседі. Мына жерде көрсетілген үдерістерге назар аудар. Балқу, қайнау, еру, араластыру. Сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Темірден балғаны қалай жасайды деп ойлайсың? Көжені қалай жасайды? Балмұзда қандай өзгеріске түсті? Және неліктен? Қамырды қалай жасайды? Жауап іздейік. Яғни кез келген затқа әсер ету, яғни оны балқыту, қайнату, араластыру арқылы оның құрамын, күйін өзгертуге болады. Заттың осындай өзгеріске бейім болу, оның қасиетіне жатады. Яғни мына жердегі заттардың түрлі өзгеріске түсуі, оны араластырғаннан, немесе басқа да бір нәрсенің әсерінен өзгеріске ұшырай алады. Түрлі денелерді жасау үшін кей заттарды алдымен балқытады. Температура әсерінен заттың қатты күйден сұйық күйге айналу үдерісі балқу деп аталады. Қайнау. Кейбір заттар қайнау, булану нәтижесінде пайда болады. Қайнату тұрмыста өндірісте затты қолдануда жиі қолданылатын әдіс. Сұйық заттардың жоғары температура буға айналуы қайнау деп аталатынын естен шығарма. Сен білесің бе? Қазақ халқы қара сабынды қолдан жасаған. Ол үшін алабота шөбін өртеп, оның күліне жануар майын қосып қайнатқан. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен таза зат бір ғана заттан тұратындығын, қасиеті тұрақты болып келетіндігін және таза заттың табиғатта сирек кездесетінін біле алдың деген ойдамын. Олай болса, сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақтан заттардың қандай түрі болатынын білдің, түрлі үдеріс кезінде заттардың қасиеті өзгеретінін түсіндің деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.